ЖД вокзалда көп па не қылып Қыздар көп, иә. Қанша қыз бар? Не қалды? Жоқ, қанша деп отырсыңдар Рекет сағатына? жасайын деппін. А? Рекет жасайын деппін. Жоқ, рекет жасап, не істеймін? Просто отырсай. Күйеу бола қылсам қимапсың ғой? Жұмыс кастинг 3 мыңнан 3,5 мың билетімен. Сағат ма? 62 мың. Да отыра 10 мың. Қыздар көп па деп отырғам ғой просто. Иә, көп. Наводтарда күнде келеді де бар, күнде келеді. Ничего, күніне қанша клиенттер көп па? Иә. Сауна бар ма, сауна? Сауда ма? Сауна вызовқа да шыға бересің бе? Иә. Бар ма сауна? Сауна жоқ. Мен ондай қыздарға шіли барған емеспін ба мына жақта ЖД вокзалдағы да? Музыка қойшы. Ничего? Жігіттің сөз. Сен қай жылдысың? 95. 95? Сен ше? Мен жылым боласың. Не ғой? Менттер крышевать етем ба сендер? Иә, 5 мың теңге отметка береміз. Тиіспейді. Клиенттіге де бізге де тиіспейді. Вообще тиіспейді ма? Жоқ. 5 мың теңге күніне бересің ба? Айына. Каждый минутке ма или бір минутке ма? Біреуге. Бастығына береміз. Әрқайсысын ба? Қалмақанға береміз. Қалмаған? Әрқайсысына ма? Біреуіне береміз. Жоқ, әрқайсысын ба, то есть? Иә. Оның айлығы онда 100 мың шығар? Сендер жақтан. Рахат қой оныкі. 100 мыңнан 200 мың, 300 мың, 1 миллион болады ол. Қыздар көп қой мына жерде, 100 қыз бар ғой. Осы ЖД вокзалдағы постоянно келем ЖД вокзалға. Қыздар тұрады. Мынаны жүрген бәрі жәлеп. Сатушы деп ойлайсың осының бәрі. Сол постоянно келем, жаңа тұрған едім, сен өзің келіп жабысатсың да, қыз бар ма, қыз бар ма депші. Кесей. Ешкім жоқ қой, ұялмасай. Көрсет. Ұялман емес. Тұра тұрсай. Кім осы сутенерларың ба? Ай, қарыз едім 3,5. Мақұл, онда сөйлесем, бір айналып келесің ба? Бір айналып келесің ба? Ей, барсылайық та. Бір айналып келші сөйлесеміз. Мақұл? Вот, обращаюсь в полицию, пожалуйста, уберите этих проституток из ЖД вокзала. Вот, Шымкенттің ЖД вокзалындағы қыздарын көрсетейін қалай. Мына жерде тағы қыздар отыр.